Қайырлы күн оқырмандар, қалайсыздар? Мына бір видеоны көріп, бір жүрегім қатты ауырып отыр да. Осылай адамдар, жүргізушілер, таксистер бәрі осылай Новобогаттың жолымен жүріп, осындай суды кешіп, қаншама көліктерге залал келді, зақым келді. Манадай көбі енді осы жерде кетіп бара жатқан кезде, қай кезде тесікке түсіп кетеміз, қай жер шұңқыр деп манадай сондай бір қатты қорқынышпен, үреймен кетіп бара жаттық қой осылай. Бұл да бір сынақ қой деймін, Алладан келген. Енді Алла сақтап қойсын. Бұндай сынақтар енді өмір болғаннан кейін болады, бірақ дегенмен де орнымен болсын деймін. Міне осылай осы жан жақтың бәрін осылай су басып, осындай судың үстімен көлікпен өтеміз деп ойладық па. Дегенмен де бұл сынақ, әр сынақ өзінің орнымен, қайырымен келсін дейміз. Шүкір, бұл сынақтардан да өттік. Қазір енді өзіміздің күнделікті трассамыз екі жақпен де 17 сарайшықтың жолдары ашылып, көңіліміз орнына түсіп, жайдарлы, жарқын өмірде өмір сүріп жатырық қой. Әрдайым лайым солай болайын, иншалла.